Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін өте дәмді, ерекше салат, ащы салат дайындайтын боламыз. Бізге керегі 3-4 дана қиярымызды дәл осындай ирек пышағымызбен әдемілеп сәндеп кесіп алатын боламыз. Қалауларыңызша пышақпен кессеңіздер де болады. Мен әдемі көріну үшін дәл осындай пышақпен kesip aldım. Үйде дәл осы салатты жасап көріңіздер. Өте дәмді, дәмі ерекше, қатты ащы да емес. Балдарыңызға да, жолдасыңызға да, үйге келген қонақтарыңызға да ұнайтын өте дәмді салат болып шығады. Міне мен қиярларымызды турап алдым. Енді ыдысымызға салып алатын боламын. Енді бір дана помидорымызды турап аламыз. Помидорымызды ортасынан екіге бөліп, дәл осындай етіп, жұқалау жіңішке етіп турап аламыз. Міне дәл осындай етіп турап алатын боламыз. Қызанақты да ыдысымызға салып аламыз. Енді бізге керегі 2-3 дана баклажанымызды қалауларыңызша турайсыздар. Мен әртүрлі көлемде етіп турап алдым. Дәл өстіп ортасынан бөліп екіге осындай да турап алдым. Өз қалауларыңыз бойынша турап аласыздар. Мен енді екінші баклажанымызды дәл осылай етіп, міне дәл осындай етіп, үлкендеу етіп турап алдым. Баклажандар майға түскеннен кейін тез-ақ пісіп кетеді. Уайымдамаңыздар, піспей қала ма деп. Жоқ, баклажандар қуыратын боламыз, тез-ақ пісіп кетеді. Баклажанды мен өзім қатты жақсы көремін. Көп салсаңыздар өте дәмді болады баклажан мен қияр. Баклажаннан менің каналымда неше түрлі салаттар бар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Менің видеом, менің каналым ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді бізге керегі жарты дана пиязымызды турап аламыз. Міне дәл осындай турап, ортасынан екіге бөлеміз. Енді бір дана тәтті қызыл бұрышымызды да турап аламыз. Міне дәл осындай етіп турап аламыз, ұзындау етіп. Ал міне турайтын заттың барлығын турап алдық. Енді табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Өйткені көбірек құямыз, біз баклажандарды қуырып алатын боламыз. Майымыз қызып шықты. Енді үстіне баклажандарымызды салып, барлық жері қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Отымызды азайтамыз. Баяу отта қуырып аламыз, қып-қызыл етіп. Кішкене мен тұз қостым, видеоға түспей қалыпты. Тұзымызды қосып қуыратын боламыз. Міне тұзымызды мен қосып алдым. Міне әр заманда дәл осылай араластырып тұрамыз. Міне баклажандарымыз пісіп шықты.
Енді бұның барлығын алып аламыз. Енді табадағы майымызды азайтып, үстіне жаңағы турап алған пиязымыз бен болгарскийімізді қуырып аламыз. Қатты қуырмаймыз. 1 минут 2 минуттай ғана кішкене қуырып аламыз. Қатты пісудің қажеті жоқ. Кішкене баклажанда болгарскийларымыз өлсе болды. Ал енді міне дайын болды осымен. Енді бұны майымыздан алып алатын боламыз. Ал енді бізге укроп керек. Укропымызды, гинзамызды майлап турап алдым. Жаңағы ыдысымызға салып аламыз. Үстіне бізге дайын морков салаты, дайын по-корейски салат, дайын мен сала салдым. Жаңағы турап қуырып алған пиязымыз бен болгарский бұрышымызды салдым. Жаңағы қуырып алған баклажандарымызды салып алдым. Қаласаңыздар, піскен етті де турап салуларыңызға болады. Қайнап піскен етті. Чесногымызды да салып алдым. Енді үстіне 1 қасық паприка, кориандр 1 қасық, жарты қасық ащы бұрыш, қалампыр. Әр жерде әртүрлі айтады, бізде қалампыр деп айтады. Үстіне енді соевый соусымызды құямыз 2 қасық. Тұзымызды саламыз кішкене. Оливковый масломызды құйып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне барлығын енді араластырамыз. Салатты жақсылап араластырып, 1-2 сағатқа холодильникке қалдырсаңыздар, тұзы барлығы бір-біріне сіңіп, дәмді салат болып шығады. Одан кейін столға қойсаңыздар болады. Міне арадан уақыт өтті. 1 сағатқа қалдырдым мен. Міне салатымыз дайын болып шықты. Үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.